Қайырлы кеш қымбаттыларым. Бүгінгі біздің подкастымызға жұлдыздан төмен Мұрсал Нұрбек, қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Қуаныштымын бүгін сені көріп жатқаныма. Осылай енді Мұрсал Нұрбек біздің жастар арасындағы күміс жүлдегері және де Азия чемпионатының қола жүлдегері. Енді өзің жайлы айта кетсең, біздің енді жастарымызға сен сияқты осындай қалай осындай жетістікке жеттің, қандай қиыншылықтан өттің? Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Ең алдымен бұл белгілі бір жеңіске жету үшін тек өзің ғана емес, ар жақта бүкіл біздің команда тұрады, біздің ағайымыз бар, дәрігерлердің көмегі бар. Негізі өзім ағайым Медеу Ерманұлының арқасы бір жағынан, сосын үйде сеніп отқан ата-анамның арқасында осылай әлем чемпионатында күміс жүлдегер болдым, Азия чемпионатының қола жүлдегері болдым. Енді бұнымен тоқтап қалмаймыз, тек қана бас самасы. Алла қаласа әлі талай биік белестерді бағындырамыз. Жастарға айтарым, тек еңбек етсе бәріне жетеді, бәрі болады. Үлкендерді сыйлап, көмек көрсетіп отса, негізі жолы да ашылып отырады да. Дұрыс. Үлкен кісілердің батасы жақсы ғой. Үлкен кісілердің батасы деген қайтарылмайтын баталардың бірі ғой. Бірақ қазіргі таңда енді жастарымыз көп үлкен кісілерден бата алмайды, сондықтан енді қиыншылықтан өтіп жатыр. Қазіргі таңда, бірақ енді бокс саласында мен ойлаймын, қазіргі таңда спорт өте дамып келе жатыр. Және де бокс енді ол бізде Қазақстанда, енді бүкіл әлемде бірінші орында деп ойлаймын. Ең қиын спорт сен үшін қандай спорт деп ойлайсың? Спорттың оңайы жоқ сияқты негізі. Ең қиын бүкіл спорт сияқты, бірақ жүгіру қиын сияқты негізі. Өйткені бүкіл спортта жүгіресің. Даже ауыр атлетикалардың өзі қыздырынған кезде жүгіріп бастайды. Бізде бокста да жүгіреміз, бүкіл спортта жүгіреді, сол жүгіру қиын сияқты өз басым. Ал негізі жүгіру ол дұрыс деп ойлайсың ба, әлде жаяу жүру дұрыс па? Негізі жүгірудің де пайдалары бар, бірақ зияндары да бар. Бірақ бәрібір жүгіру бізге бокста керек, басқа спорт түрлерінде де керек. Ал жүру енді кішкене үлкен кісілерге спортпен негіз былай спортпен күнделікті айналыспай жүрген адамдарға жүру пайдалы сияқты. Ал рингке шығар кезде өзің ұнататын қандай әнді таңдар едің? Елесе өзің таңдайсың ба, әлде сендерге айтады ма, осы әнмен, осы күймен шығасыңдар деп? Негізі жарыстарда өздері қойып отыратын. Ал егер өзім таңдасам, бір қазір жақсы трендке айналған өлең бар ғой. Сауыт деген өлең бар, рух деген өлең бар. Солар жақсы негізі рух береді. Мен негізі өзім сол жарыстарда Қорағылы дейтін күй бар ғой. Соны тыңдағанда кішкене жігерленетін ем. Соны қоятын ем. Сонымен шыққан кезде кішкене өзінің бойдың алдында уайымдарыңды ұмытып, бір қосалқы күш пайда болған сияқты денеңді сөйтіп төбелескің келіп тұрады. Енді қарашы, сен бойың өте ұзын, енді бокста енді ондай өте сирек кездеседі, бокста негізі бойы ұзын спортсмендер сен сияқты. Сонда қиын емес па сол төбелескен кезде деп ойлаймын. Мен енді көз алдыма елестеп кеткен ғой, боксшы әрқашанда бойы кішкентай, қара торы жігіттер, енді ауылдан шыққан. Енді сен өзің өте сүйкімді, бойың ұзын. Қалай сонда? Мен ойлайтын, сені көрген кезде сондай вообще болады ма деп. Негізі бокста, қазіргі бокста көп бізде кішкентай бойлы жігіттер емес, бойы үлкен жігіттер де, ұзын жігіттер де бар. Ал негізі пайда негізі бой ұзын болсан, негізі біраз жерде сенде басымдық болады да. Бой аласа жігіттер мысалы саған соққысын жеткізе алмауы мүмкін деген сияқты. Мысалы қандай боксшылар бар ма? Жоқ, қандай не береді сонда? Бойы ұзын болса, енді төбелескен кезде, бой ұзын болса, мысалы бой аласа жігіттерді сен қолдарында ұзын болады, соны жақындатқызбай алыстан ұрсан болады да.
алыстан соққыларын тартып солай жеңіске жетсем болады. Ал енді бойы аласа жігіттерге де қиындау болады. Олар бойы ұзын жігіттерге жақын арақашықтыққа кіріп соққы жасау керек болады да. Сол жағынан бойы ұзындарға жақсы. Және мынандай сұрақ, енді біздің Бекзат Саттарханов ағамыздың інісі деп айтады сені. Қалай ол, соны айтып берсең? Бекзат Саттарханов ағамыз екеуміз бір рудан болады екенбіз. Ол кісі де Қоңырат ішінде Божбан деген рудан. Мен де тура сол руданмын. Енді Алла қаласа Бекзат ағамыздың жолын беріп, Божбандардан тағы бір олимпиада чемпионы шықса екен деймін. Бірақ енді қазір руға бөлінетін заман емес, бәріміз бір қазақпыз, бірақ былай қараған кезде көбісі айтып жатады да, Бекзат ағамыз да сен руыңнан екен деп. Сол кезде мен руласым екен беріп қалдым. Саған еще дух береді ол, өзін. Енді қазіргі таңда сендер қазір қайда дайындалып жатырсыздар енді? Қазір бізде 22 жасқа дейінгі Азия чемпионаты бар. Соған дайындалып отырмыз. Қай жылдары? Ол Таиландта болады. Осы жылы. Осы жылы болады, Енді саған тілектеспін, алтын алып келеді деп. Маған осы менің подкастыма келген барлық спортсмендерім алтын алып жатыр. Енді саған да соны тілеймін. Бұйырса енді біздің каналымызда шыққаннан кейін барлығын айтатын боламыз сен жайлы. Мынандай сұрақ саған: алдағы 5 жылда бокста қандай мақсаттарға қол жеткізгің келеді? 5 жылда емес, мен алдағы бір 15-20 жылда да айта аламын. Алдымен енді осы биылдыққа 22 жасқа дейін Азия чемпионаты, одан кейін бізде 2 Азия чемпионаты бар, ересектер арасында 2 әлем чемпионаты бар. Солардың бәрінде топ жару мақсат. Сосын алдымызда келе жатқан Лос-Анджелес олимпиадасы 2028 жылы болатын. Одан кейін 2032 жылы болатын Австралияда болатын олимпиада ойындарында көк туымызды желбіреткім келеді. Енді оған дейін де жарыстар көп. Кез келген жарыста көк туымызды желбіреткенге жетсін. Соған барынша еңбек етеміз. Дұрыс. Қазақстандағы бокстың дамуын қалай елестетесің және өз рөліңді қалай көресің дейді? Қазіргі таңда бокс бізде спорттардың арасында бастапқы қатарда тұр деп ойлаймын. Жақсы дамып жатыр. Енді қазір біздің Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде бокс жақсы дамып жатыр. Ол негізі жақсы нәрсе, өйткені өзара конкуренция болады, бүкіл әлем бойынша конкуренция болады. Сол жағынан жақсы. Ал біздің Қазақстанда дамуы жақсы болып келе жатыр. Қазір бізде шетелдерден жақсы тренерлер алдырып, бір-бірімізбен опыт алмасып деген сияқты болып жатыр. Шетелдерден да алдырып. Қазіргі енді сіздердің бойларыңызға осы сіздер дайындайтын шетелден алып келген тренерлер ма сіздерді дайындайтын, әлде? Бізде бокстан өзіміздің қазақ боксшылардан енді мықты кісілер аз деп айта аламын да. Ал енді бізге қазір физикалық тұрғыда сондай жерде бізге бәрібір керек та. Жақсы білімді кісілер керек. Басқа елден да? Басқа елден. Қазіргі таңда енді сіздер басқа бар ма осында дайындап жатқан? Болды, бізде келіп кетті. Америкадан келген 2 кісі. Ал енді айырмашылығы қандай болады сіздердің тренерлеріңіздің? Сол бағанағы шетелден келген тренерлердің. Енді ол кісілердің де өздерінің беретін жаттығулары бөлек екен. Бірақ енді олардан кішкене бөлек нәрселерді де үйрендік. Олар бізден де 1-2 нәрселерді үйрендіп, сөйтіп ортақ нәрсе тауып жақсы болды. Жақсы тәжірибе болды. Ал енді сен мынандай осындай керемет жетістікке жеткеніне сенің өзіңнің жаттықтырушың дайындады ма өзіңнің, әлде шетелдегі жаттықтырушылар? Жоқ, ол
бокс жағынан өзім жаттықтырушым дайындады. Негізі осы уақытқа дейін ғой ол кісілер просто кішкене физикалық тұрғыда жетпей жатқан нәрсені қосып жүретін кісілер да. Ал негізі өзім жаттықтырушым дайындады. Ал жеңіске жеткен кезде қандай сенде мындай ощущение болды, кімге бірінші звондадың, сондай? Негізі ең бірінші қуаныш сезім болады бәрібір, бірақ әлем чемпионатында мен ең ауыр негізі финалдық жекпе-жекте ұтылып қалған да. Ал егер үшінші орынға ілінген адам, ол мен орынға іліндім деп кішкене іштей қуанады да. Ал чемпион болған адам мен бірінші орын алдым дейді. Ал екінші орын алған адам мен деген енді ақтық бәсекеде ұтылып қалдым деген сияқты кішкене мұңаю болады да. Мен сол кезде кішкене мұңайғам, бірақ енді үйдегі әке шешем мұңайма, бұған жетіп жатқандар да бар, жетпей жатқандар да бар деп өзімді кішкене қамшылады. Содан кейін кішкене жақсардым. Ал негізі әкем мен анам бірінші звондайды ғой. Олар да мен рингтен шығып жатқан кезде сразу телефонда өзімде болмайды да. Сол кезде ал негізі сол үйдегі әке шешеммен бірінші сөйлесуге тырысамын. Ал бірінші ағайымның құттықтауын аламын. Ал енді өзіңнің жолында күмән болған кездер болды ма? Ондай сәттерде қалай сен өзіңді? Күмән болғанда жарыс жағынан ба? Андай бабында емеспін деген сияқты. Ондай болып тұрады енді бәрібір. Әрқашанда бабында бола алмайсың. Бәрібір сол кезде кейбір жарыстарда ұтатын жерде ұтылып қалып жататын кездерде болады. Бірақ ағайынмен сөйлесіп, сол ортақ мәселені шешуге тырысамыз да. Ал бала деген ол ағайы екінші әкесі болып саналады да. Сосын бір-біріне 100% сену керек, оқушы мен оқытушы. Сол кезде сондай мәселелерді мен ағай бабында емеспін, қалай істесек болады деген сияқты болып, ана жерде тренировканы кішкене жай істейік, мына жақта қатты істейік деген сияқты болып өзара келіссең, сол кезде бәрі жақсы болады. Ал сен андай бойға шыққан кезде өзіңнің қарсыласыңды қалай сезесің? Осы менен сондай нелер бола ма сенде сәтте, ай осы менен жеңіледі ау, әлде мен одан жеңіліп қалам деген сәттер бола ма сондай? Негізі кейбір кезде жеңетін кезде сезеді екен мен. Иә? Қалай сезесің оны? Енді кейбір жерлерде түсімде көрген болып шығамын. Сондай сияқты болады. Сондай белгі береді да? Сондай көп болып тұрады негізі. Или бір өзіме соққы тигізіп алған кезінде түсімде көріп қаламын. Сондай сияқты болып тұрады. Ал негізі ұтылып қалған сезу дейтін білмейді екен. Ал қарсыласты сезу мықты емес деген. Қалай болса да бәрібір рингқа шығасың, ол кезде бәрібір теңеседі. Мысалы рингтің алдында шығайын деп тұрған кезде қорқыныш сезімдері болып тұрса да, шыққан кезде бір-екі соққыдан кейін оның бәрі жоқ болып кетеді. Ал енді көріп тұрасың ба көзінен, сіздер енді бокстасқан кезде бір көздеріңізге қарайсыздар, енді сондай сәттер болады, сен уже сезіп жатасың, ай осы жеңіліп қалады ау менен дегенде. Олай негізі сезбейсің, өйткені ол жақта бәрі сен тұр мен атайын деген жігіттер ғой бәрі. Ол жаққа шығудың өзі батырлық деп есептеймін. Сол үшін қорқып шығатын адам жоқ сияқты. Қорқып шығатын адам бар, бірақ өзін қорқынышын жеңіп шығады да, ол жаққа уже шыққан адамның бәрі. Ал көзден көру деген білмеймін, бәрібір кейбір спортшылар бар былай, көзге қарамай басқа жаққа да қарап тұрады да, бірақ бокстасқан кезде сен кәдімгідей жеңеді да. Сондайлар да бар мысалы. Ал сіздерге мынаны бойға шығар кезде образдарды, киімдерді деген да енді өздеріңіз аласыздар ма? Сіздерге береді ме? Негізі ұлттық құрамаға береді. Ал сіз айтып жатқан кәсіби боксты айтып жатқан шығарсыз. Ол кәсіби бокста енді өздері қалай ыңғайлы, ол жақта рұқсат етілген. Мысалы біздің Геннадий ағамыз шапанмен шығады деген сияқты ғой. Ал ол жақта әркімге қандай киім ыңғайлы солай шығады. Сен өзіңнің сондай Геннадий деп жатсың ғой, ағамыз, ол да өзі шапанмен шығады. Сенде өзіңнің сондай бар ма
ойластырып жүрген сөйтіп осы алдымызда қазір айтып отырсың ғой Азияда және де 28-де соған бір осындай Шавхат Рахмонов сияқты оның өзінің басындағы несі бөрігімен ал сен сондай бір образды ойластырып жүрген жоқсың ба? Негізі Олимпиада ойындарына ондай болмайды, бірақ егер кәсіпқой бокс жасатын болсам, ондай образдар ойлап жүрген бар. Маған көбінесе америкалық спортшылардың киініп шыққандары ұнайды. Кішкене андай қылып көбінесе маталары жеңіл болып секірген кезде көзге жақсы көрінеді, жылтырақ нәрселер қосады. Солай сияқты. Ал енді бәрібір қазақи бір нәрсе қосам деп ойлаймын образыма. Өйткені біздің Қазақстанымызды солай танытсақ та болады. Бәрібір бүйтіп қарайды, біздің ою өрнекке қарап қызығып, танымайтын адамдар болса, мынау қай елдің ою өрнегі деп Қазақстанды танып уже солай кетеді. Оның қасында қазіргі таңда шетелдегі қандай брендтер бар? Nike, да? Оларға оюларды біздің қазақ қызығады, Ал енді мынандай сұрақ саған, егер бір тарихи тұлғамен бір күн өткізетін болсаң, кіммен өткізер едің? Кімді таңдар едің? Қазақстандықтардан ба? Тарихи тұлғамен. Маған негізі сол Бекзат Саттарханов ағамызбен өткізгім келеді. Ол кісі енді жастайынан барды, қалай жаттыққан екен, қалай жас болса да үлкендермен қалай бәсекелестік танытып, және сол бәсекелестікте жеңіске жеткені, соның бәрі қызық. Сен енді ол кісінің қай жерде тұратынын білесің ба? Түркістан қаласында негізі. Өздерін жастар болып жиналып, анасына барып, сондай құрмадыңдар ма, жоспар? Негізі жыл сайын Түркістан қаласында Бекзат Саттарханов ағамыздың жарысы болады. Ал енді біз әлі барып өйтіп құрып нетпеппіз. Неге? Енді ойда бар, Алла қаласа. Ал енді мынандай сұрақ саған, Нұрбек, егер сен боксшы болмасаң, қандай саланы таңдар едің өзің? Кім алдағы уақытта? Қазіргі таңда оқып жатсың ба өзің? Қазіргі таңда бірақ спорт методисі немесе жаттықтырушы 2 мамандыққа оқып жатырмыз. Ал негізі егер спорт болмаса, футболшы болармын деп қоямын. Спорт болмаса емес, егер бокс болмаса, бәрібір спорттан алшақ кетпейтін сияқтымын. Кішкентай кезімнен кішкене энергиям көп жігіт болғанмын да. Соған футболшы болар едім. Футболшы. Керемет. Енді қазіргі таңда футболистер де, боксшылар да өте жақсы қаражат табады деп ойлаймын. Рухани өмір мен спорттық мансап арасында тепе-теңдікті қалай сақтайсың? Енді оңай нәрсе емес, бірақ енді біз белгілі күні спорт мансабын таңдағаннан кейін, енді бұл біздің жұмысымыз. Әркім өз жұмысын жақсы көру керек. Ол қандай жұмыс болмасын, официант болсын, немесе басқа да жұмыстар болсын, егер өз жұмысын жақсы көрсе, ол сол жұмыста белгілі бір үлкен нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Біз енді басқалар сияқты жас балалар көп қой, өзіміз сияқты қыдырып жатқан, соларға қарап кейбір кезде қызығасың, бірақ енді өзіңнің нәрсеңде, өзіңнің мансабыңда белгілі бір жетістікке жету үшін бір емес бірнеше нәрсені құрбан ету керек болады. Дұрыс деп ойлаймын. Олар қазір рахаттанып жүрсе, біз бәлкім бір 10 жылдан кейін рахатын көретін шығармыз, Алла қаласа. Енді болады ғой ондай, бірақ енді қазіргі жастарға енді тек қана мотивация беретін спортшылар деп ойлаймын. Спорт, ол да дисциплина, өте оңай жол емес, сабырлық. Сондықтан сәттілік тілеймін саған барлық жерден де, барлық жақтан. Так, сенің ойынша боксшы табысқа жету үшін қандай қасиеттерге ие болу керек? Еңбекқор болу керек, сонымен қатар тұрақтылық керек болады. Сен біреу мақтап жатса да, біреу жамандап жатса да, бір қалпында тұрып тұрақты болу керексің да. Айтады ғой, біреу
мақтап жатса сеніп қалма, жамандап жатса көңіліңе алып қалма деген сияқты. Сол нәрселерді ұстап, өз еңбегіңді жасап, ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімге қастандық жасамай, өзің дұрыс болсаң, бәрібір айналаңа да тек жақсы адамдар жолығады, немесе саған былай қарай, мына жақта 3 жол жабық тұрса, мына жақта бір жақсы жол ашылуы мүмкін деген сияқты. Дұрыс айтасың. Осындай қандай керемет сөздер, осының барлығы мен ойлаймын әке шешенің тәрбиесі, әлде үйде қарттар бар ма? Ол өкінішке орай Әже, ата. жоқ, бірақ әке шешемнің тәрбиесі, сонымен қатар өзіміздің ағайымыз да күнделік мынау автобуста үлкен кісілерге орын беру деген нәрседен бастап барлығын айтады. Осылай сендер үлкен кісілерге орын беріңдер, көмектесіңдер, ауыр зат көтеріп келе жатса деп. Сосын бокста жүрген ағаларымыз бар, үлкен ұлттық құрамадағы ағаларымыз бар. Сол кісілерден ақыл айтып, сол кісілердің әңгімелерін тыңдап, сол кісілерден де біраз керекті заттар аламыз. Керемет. Жеңілістер мен жеңілістерден қандай сабақ алдың? Жеңілістен сабақ аласың, сен қандай қателік жібердің, соны келесі жолы қайталамауға аласың. Сосын барып андай жағдайлар болады, сен қарсыласты менсінбей бокстасып қалу деген сияқты болады да. И соны мен оны ұтып тастаймын деген сияқты менсінбей бокстасқаннан кейін ол жақсы бокстасып, сол кезде сен менсінбегеннің арқасында ұтылып қалуың мүмкін деген заттарды келесіде қайталамауға тырысып, бәрі енді сабақ арқылы болып келеді. Ал жеңістен болса, жеңіске жеткенде де бәрібір кішкене мен бұдан да жоғарға самғайын деген сияқты қылып, бұл аз деген сияқты қылып өзіне нетесің да. Кейін бұдан да жақсы нәтиже көрсетуге тырысып, ол жеңісімнен де жақсы бокс жасайын, ол жекпе-жекте қалай жеңіске жеттім, одан да жақсы нәтиже көрсетейін деген сияқты қылып ойлайсың. Керемет. Ал енді өзің қазіргі таңда Инстаграм бар, Фейсбук бар, ТикТок бар дегенде қай неде отырасың көбінесе өзің? Инстаграм бос кезінде, иә? Инстаграм желісінде, сосын ТикТок желісінде де бармын. ТикТокта қалай? Қыздар көп жаза ма? ТикТокта жаза ма, әлде Инстаграмда жаза ма қыздар? Екі жақта да жазады негізі. Иә. Бірақ енді екі жақта жазады, бірақ қатты көп оқи бермеймін. Арасында жазған сообщенияларын оқып қоямын, хабарламаларын. Өзің енді андай болады ғой, спортта жүрген кезде өздеріңізде енді жүріп жүрген қызың бар ма? Жоқ. Жоқ па? Қазіргі таңда нешедесің? 20-дамын. 20-дасың, иә? Ой, әлі барлығы алда деп ойлаймын. Сондықтан енді тек карьера дейді ғой енді. Мына қазір сендерде енді дайындық болады. Қазіргі таңда нешесі кетіп бара жатсыңдар? Бірінші бізде оқу жаттығу жиыны болады. Соған барамыз, Астанаға. Астанаға, иә, кетесіңдер. Сосын ар жағынан ары қарай белгілі бола береді. Сосын барған кезде айтады, келесі оқу жаттығуды айтады. Сосын жарысты айтады. Нұрбек, жаттықтырушыларды енді сен мақтап жатсың, иә? Енді қайсысы бізде енді топовый деп айтады ғой? Топовый тренер. Негіз бізде енді ондай кісілер көп, топовый кісілер көп, сіз айтпақшы. Бірақ енді бүкіл жаттықтырушыларды айтайын, оларға да жұмыстары өте қиын негізі. Мысалы өздерінің баласынан гөрі спортшының жанында жүреді, өзінің отбасынан гөрі спортшымен көп уақыт өткізеді. Сені рингқа шығарып отқан кезде, мысалы өзімнің ағайым, медеу ағайым, былай сенен де қатты уайымдап отырады. Бағанағы әлем біріншілігінде жартылай финалға шығу алдындағы жекпе-жекте Дания деген мемлекеттің қарсыласымен шыққан кезде ағайым түнде ұйықтай алмаған, сондай уайымнан да оның бәрі. И сол кезде ағайың сенен де қатты уайымдап, су өтері болып, кәдімгідей былай қарасаң былай эмоциональный болып отырады да. Сол кісілердің жұмыстары өте ауыр. Ал енді спорт деген қазіргі жастарды
енді өсіп келе жатқан жастарды жақсы нәрсеге үйретеді деп ойлаймын. Жаман нәрсеге ешқандай жаман нәрсеге үйретпейді. Ең алдымен сол адамгершілік жағынан үлкенді сыйлау деген нәрселердің бәрі тәртіп жағына үйретеді ғой. Иә, үйдегі ата анамды сыйлау. Мен өз басым үйде кішкене еркелеп кішкентай кезімде арықтау болғанмын да. Сол кезде мысалы тамақ жемейтінмін. Енді үйдегілер айтса ой қойыңызшы деп нетпейсің ғой. Сол кезде мен ағайыма звондап айтатын да, тамақ жемей жатыр сөйтіп ағай айтып ұрысқаннан кейін барып жейсің қорыққаннан сияқты деген. Ол соның бәрі тәртіп қой негізі. Бүкіл жағынан тәрбиелейді тренер деген. Да, дұрыс айтасың. Енді өте қуаныштымын осындай біздің мотивация беретін, дисциплинамен жүретін осындай сен сияқты Нұрбек спортсмендерімізге, спортшыларымызға, чемпиондарымызға енді. Нұрбек, қазіргі таңда бізде жаңа әкім келіп жатыр, Дархан Сатыбалды мырза. Енді біздің жастарымызға қандай жағдай жасау керек екен айтып жіберсең. Енді саясатқа қатты араласатын нем жоқ. Бірақ енді жастарға өзінің ойындағы нәрселерін іске асырса болды деп ойлаймын. Негізі жастардың өзі де қазір еңбекқор ғой, сол еңбегін бағаласа соны өзі жетеді деп ойлаймын. Иә, керемет. Нұрбек, біздің спонсорларымыздан осындай саған тосын сыйларымыз. Чемпион чай, әрқашанда чемпион бол. Және де осындай Аламан компаниясынан Нұрсейіт мырза саған осындай табиғи өнім беріп жіберді. Неге көп рахмет. Осыны қолданып әрқашанда жүрсем болады. Рахмет. Және Кивана біздің дүкенімізден осындай тосын сый тағы да. Рахмет үлкен. Менің көрермендеріме көп рахмет. Осындай менің YouTube арнамда менің осындай подкасттарымды қарап жүргендеріңізге, ал біздің чемпиондарымыз әрқашанда туымызды көтеріп жүре берсін. Рахмет.